Ассалаумағалейкум, құрметті қымбаттылар. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Елімізде республикалық маңызы бар 10 күре жол жабық, деп хабарлайды КАЗ-365 КЗ. Қазавтожол АК хабарламасына сәйкес 7 өңірде жол қозғалысына шектеу енгізілді. Ауа райының қолайсыздығына, жасанды жол мен қар көшкінін түсіру және еріген қар суын бұру жұмыстарын жүргізуге байланысты Ақмола, Ақтөбе, Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Батыс Қазақстан және Павлодар облыстарындағы республикалық маңызы бар автожолдарда қозғалыс шектелді. Жоғарыда аталған өңір тұрғындарын алыс сапарға және жабылған күре жолдарға шықпауға шақырамыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.